Бірінші байлық денсаулық, екінші бөлім. Алдыңғы тақырыпта біз негізгі адам денсаулығына қатысты 6 факторды айтқан болатынбыз, және оның ішіндегі 6 фактордың ең бастысы дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенде біз 5 мезгіл, 4 мезгіл тойып тамақ ішу деген емес, яғни қажетті, организмге қажетті, өте құнды, өте құнарлы ас адамның арқауы дейді. Осы элементтердің организмге жетуі. Бізде енді май, белок, углеводты біз артығымен кетіп жатыр, бірақ бізге организмге жетпей жатқан, яғни дефицит болып жатқан, ол көзге көрінбейтін өте кішкентай, яғни микроэлементтер, микронутриенттер. Бұлар витаминдер, минералдар және осы тектес омега-3 сияқты осы тектес заттар. Бұл үлкен жатқан әлем, бұл үлкен ғылым, денсаулық саласы, яғни табиғи таза жолмен қаншама ғасырлар бойы, мыңдаған ғасырлар бойы мынау медицина ғұламалары Парацельс деген болған, Ибн Сина, яғни Авиценна деген батыста атпен танылмау болған. Міне осы кісілердің жазып кеткен, айтып кеткен, Гиппократтың өзі айтып кеткен, жазған, яғни не навреди, яғни зиян келтірмей адамның денсаулығына. Ол кезде әрине химфарм деген болмаған. Кез келген ауруды сырқатты табиғи таза, яғни өзі жаратылыстың өзі жаратып берген емдік өсімдіктерден, табиғатта бар нәрселерден пайдалана отырып сауықтыру. Міне осы жолды біз қазір толық түсіндіріп айтып кетеміз. Алдымызда бірнеше әдебиет тұр. Енді ең алдымен Галина Шаталова деген, яғни дұрыс тағам, дұрыс тамақтану негізін қалаушы деп айтуға болады. Лечебный диетология, тағы басқа, яғни осыдан 100 жылдай бұрын айналысып, барлығын ұзақ өмір, зор денсаулық, яғни дәрі-дәрмектен бас тартып, таза, табиғи таза өнімдермен сауықтыру жолдарын жазған ғалым, медицина саласының өте білікті, әлем мойындаған ғалымы. Одан кейін мына практическое применение ключевых биологических активных добавок, советы врача, яғни дәрігердің кеңесі бойынша деген қаншалықты білім. Одан кейін ең басты кітап мына микронутриентология. Бұл нутрициолог деген мамандық қазір өте сұранысқа ие. Яғни бұл кітапты ашсақ, мына дәрігерлерге, кітап кімге арналған дегенде, яғни дәрігерлерге, медицина мамандарына және осы саладағы студенттерге арналған кітап екен. Енді бұл жерде біз қарасақ, кез келген сырқаттың түрі және оны емдеу жолдары міне парақшаларымен белгіленген, және бұл жерде еш қайсында химфарм дәрі-дәрмек жоқ. Жүрек, асқазан, бауыр, енді кез келген сырқаттар жазылған. Қарап тұрсақ, бұл жерде бәрі табиғи таза өнімдер. Қарасаңыздар, ешқандай дәрі-дәрмек жоқ. Омега-3 бар, витаминдер бар, хром, магний, цинк, кальций деген сияқты. Енді бұл жерде біз бұларды қажет екенін енді қазіргі заманғы адамдардың көбісі біледі деп ойлаймын. Бірақ бізге ең басты нәрсе бұл жерде қалай дұрыс таңдаймыз. Қазір нарықта не көп, жаңағы айтқан витаминдер, минералдар көп. Бірақ біз қалай дұрыс таңдаймыз дегенде арнайы справочник бар. Әрбір элементтің өздерінің құрамы қандай болу керек, одан кейін дозировкасы қандай болу керек деген сияқты. Мына осындай арнайы. Қазір енді бұған көп уақыт кетірмейміз. Жалпы мен түсіндіріп айтып кетейін. Яғни әрбір осындай препараттың өзінің құрамы, құрамдас бөлігі және дозировкасы деген болады. Яғни мынадай мөлшерде бірнеше құрамнан тұрады. Мына осы сәйкес болу керек, дәл осындай справочник бойынша. Сондықтан қай жерден не аламыз, міндетті түрде ақылдасып, кеңесіп, мен ролик соңында WhatsApp нөмірін айтамын міндетті түрде. Осыдан ақыл кеңес алып отырыңыздар. Себебі денсаулық бірінші байлық. Өзімізге қолданатын, денсаулығымызға қолданатын нәрсені біз өте мұқият таңдауымыз қажет. Қарапайым мысал келтіре кетейік. Кальцийді алайық. Міне кальций құрамы қандай болу керек. Яғни кальций, витамин D3, магний, цинк, витамин К1, фитоэстрогені. Яғни олардың дозировкасы тұр. Эстрогені, фитоэстрогені 50, дозировкасы 100 К1,
цинк 100, магний 100, витамин D3 90, кальций 60 дозировкасы. Яғни осындай егер стандартқа сәйкес болмаса, мынау сияқты минус болып тұрса, міне мен бұлардың енді әшкере етпей ақ қояйық, беттерін көрсетпей ақ қояйық, бірақ міне неше түрлі өнімдер шығаратын, біреу бар, біреу жоқ, біреу жоқ емес, енді біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеуі жоқ, біреу ғана бар деген сияқты міне осындай да шығара береді. Сондықтан қай жерден не алатынымыз, неге сапасы жоқ, неге нәтиже болмай жатыр, міне осы себептен. Осы салада білім болмағандықтан бұл салада енді әртүрлі жағдай болып жатады. Сондықтан міндетті түрде келесі тақырыптарда, бұл екінші бөлім, барлығына көп мәлімет, сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтар болса, қай жерден не аламыз деген, сіздің қаладағы филиалдары қай жерден алуға болатынын білу үшін WhatsApp нөмірі 8 747 125 65 52.